Нышанбай Райымбектің анасының білесіңдер, аты жөнін Жадыра Жақсылыққызы. Бүгінгі біздің тақырыбымызда сақ болыңыз нашақорлық дейді. Тақырыбымыз осылай аталады. Бірінші біз 3 топқа бөліп алайық. Келіп мына жерден бір-бір секілден ала қойды. 3 топқа бөлдік бала. Тұлпар тобы, қызыл түсті алғандар, сұңқар тобы, сары түс, барыс тобы, кәлем түсті. 3 топқа бөліп аламыз бала. Жарайсың ба? Келе ғой сен бұрыннен алсайшы ке, жылдан бала. Міне біз қазір 3 топқа бөліп алдық. Тұлпар тобы, сұңқар тобы және қандай топ? Барыс тобы 3 топқа бөліп алдық. Салауатты өмірді ұстану үшін бізге ең басты не керек балар? Денсаулық. Ал сол денсаулықты қатайту үшін, мықты болу үшін не істеуіміз керек? Салауатты өмірді ұстану керек. Ол деген сөз. Спортпен ұстану деген сөз. Дұрыс тамақтану, жеке басының келген асын сақтау және денсаулық. Дұрыс тамақтану. Керексіз заттарды жемеу. Біздің сынып сағатымыздың тақырыбы сақ болыңыз нашақорлық. Ал енді сол айтып отқан қазіргі нашадан біз өзімізді қалай сақтаймыз? Қалай қорғаймыз біз өзімізді? Өзіміз қарап, күнделікті өмір салтын ұстанып, денсаулыққа ешкімге артымен қарамауымыз керек. Иә, жақсы. Тағы да өз ойларыңды айта қойыңдаршы. Нашақорлықтан сақтау үшін ондай жаман заттарға жақындамау керек, темекі шекпеу керек. Ол үшін көптеген жарлықтарын жасап, көптеген жиналыстарда жасап тұру керек. Сынып жетекшілері көптеген сынып сағаттары ұйымдастырып отыру керек. Өйткені балаға біз күнделікті тәрбие беріп болсақ, дұрыс бағыт беріп отырсақ, ондай жаман жолға аяқ баспайды деген сөз. Аяқ баспайды деген сөз. Сендер қазір жассыңдар, осындай жаман әдеттерге, жаман нәрселерге тез бейімделетін уақыттарың. Ал бұл нашақорлық деген күрес ақыр соңы азапты өлімге алып келетін жаман нәрсе. Ал енді осы нашақорлық туралы қазір біздің дайындап келген бейнеролигіміз бар. Соны көріп алайық, ар жаққа қарай тапсырмалар топ бойынша қорғап жұмыс жасаймыз. Келістік па? Зиянды зат бар. Оның отызы түтін арқылы сыртқа шығады. Темекі түтіні балалар үшін аса қауіпті. Қазіргі кезде әлемде 1,2 миллиард адам темекі шегетін көрінеді. Осының салдарынан дүние жүзінде жыл сайын 4 миллион адам қайтыс болады. Бұл көрсеткіш күн санап өсіп отыр. Ал статистикаға сенсек, елімізде 5 миллионға жуық адам шылым шегетін көрінеді. Бұл көрсеткіш жақын арада өзгермесе, онда таяу жылдарда 2 миллиард адамның өміріне темекі жетуі мүмкін. Шылым тартатын адам күніне орта есеппен 200 рет, айына 6000 рет, жылына 72 рет ішке түтін сорады. Оны алғашында ойнап бастаған 100 адамның 80-і біртіндеп тұрақты шылымқорға айналады. Бұл заттың шығу тарихы тереңде жатыр. Оны 1560 жылы Францияның Португалиядағы елшісі Жан-Люко әлем елдеріне таратты. Біз айтылған никотин атауы осы адамның құрметіне қойылған. Бұл никотин темекі түтінімен ауызға, тыныс жолдарымен өтпелеп, сосын адам қанына сіңеді. Қан арқылы ағзамыздың түкпір-түкпіріне тарайды. Жұтынғанда өңешке және асқазанға сіңеді. Осылайша ауыздағы, еріндегі, тілдегі, таңдайдағы өте сезімтал жүйке талшықтарын уландырады. Қан арқылы миға жетіп, оның жүйке жасушаларын қоздырады. Егер темекіні тастасаңыз, 24 сағаттан кейін жүрек талмасы қауіп азаяр. 2 күннен кейін дәм мен иіс сезу жағдайы әдеттегі адамдармен теңеседі. 3 күннен кейін тыныс алу қалыпты жағдайға жетеді. 3 айдан кейін өкпе әдеттегіден 30% артық жұмыс жасайды. 1 жылдан кейін жүрек ауру қаупі 50% азаяр. 10 жылдан кейін өкпе рагіне шалдығу қаупі темекі шекпеген адамдыкімен теңеседі. 15 жылдан кейін жүрек пен қан қысымы ешқашан темекі шекпеген адамдармен бірдей болады. Жастайына шылымға үйір болғандар уақыт өте келе ұмытшақ келеді. Бірте-бірте жүйке жасушалары уланып, оқу үлгерімі нашарлайды. Тіптен ақыл бойы кемиді. Ұрысқа ашуланшақ болып өседі. Өкпе, жүрек, қан ауруларының қызметі нашарлайды. Өз қатарластарымен салыстырғанда беттеріне әжім ерте түсіп, десіп қартая бастайды. Түрлі қауіпті кеселдерге шалдыққыш келеді. Сондай-ақ қан азайып бас айналады.
көздің көру қабілеті төмендейді. Осыдан кейін балалар темекіге қалай үйір болуы мүмкін деген сұрақ шығады. Оның түрлі себептері бар екен. Көбіне олар шылым шегетін ата-анасына, өздері жақсы көретін адамдарға елікпейді. Тағы бір себебі бірге жүретін құрбы-құрдастардан қалыспай ертерек ересек көріну үшін тартады. Жасыратыны жоқ, шылым шегушілер сізден жақсы бойындағы нәрестенің денесіне сіңеді. Сөйтіп ол бұл заттардың мөлшерін 10%-ға көбейтіп, балаға қажетті оттегінің 10% азаяды. Сол себепті жас кезден денсаулықты сақтап шылымға үйренбей, одан аулағырақ жүргеніміз дұрыс. Себебі темекінің түтіні оны шекпейтін адамға ауа арқылы зиянды әсер ететіні дәлелденіп отыр. Ештен кеш жақсы, шылым шегуден бас тарт. Көрінді ма балалар? Қанша мәлімет алып, иә? Темекі шеккен, наша шегудің басты себепшісі ол темекі шегуден басталады екен. Қазір бейнероликті көрдіңдер. Бұл жерде темекі шегудің қандай жаман жақтары бар екен, және темекі тастағаннан кейінгі қандай жақсы жақтары бар. Қандай айырмашылығын көріп отырсыңдар? Жалпы адам денсаулығына пайдасы бар ма екен? Жоқ. Айтамыз, темекі шексек, ол өзіміздің өкпемізге 30% түтін арқылы шығады да, қалған пайыздары өзіміздің ішімізге кіреді. Темекінің ішінде 4 миллионнан асқан никотиннан заттар бар. Біз темекіні тастағаннан кейін, бір күннен кейін тыныс алуды жасатамыз, және темекіні біз шексек, оны тастауға болады, ал нашақорлыққа барсақ, оны біз ешқашан тастай алмайсың. Ол деген жәнегі арнайы емделетін орындарға барып, мекемелерге барып, емделу керек болады, иә, нашаны шеккен екен. Ал оңалту орталықтарға бар, дұрыс айтасың. Ал енді өзіміздің темекі шегу, өзіңді жақсы ұстау, сенің ортаңа да байланысты ма, әсері бола ма? Қандай әсері бар? Балдар, мысалы ретінде, біз сияқты балдар үлкен кісіге қарап өзін ересек санау үшін сол темекі арқылы сойқан барады. Жақсы, тағы да кімнің ойы бар? Айта қойшы. Кішкентайлар үлкендерге қарап еліктейді, иә? Өзіне жақын адамдардың іс-әрекетін көріп, ол дұрыс екен деп ойлайды. Демек бастайды. Олар да темекі шегіп, соған үйір болып, өздерінің денсаулығын құртып алып, және сол темекінің арасынан болып кетеді. Енді қараңдар, ол жәнегі ата-анасы темекі шексе, үйдегі кішкентай балдар күніге оны көріп отыр. Иә, көріп отыр. Өз жақсы көретін адам. Иә, жақсы көріп отқан адам демек, темекі шегу деген нәрсе жақсы нәрсе екен деп ойлайды. Жақсы дүние екен деп ойлайды. Мен де неге шекпеске ол темекіні? Мен де бір тартып көрейін. Кәдімгі көрейін деп өзіне ол күнде оған қалыптаса бастайды. Ақырында ол үйір болады, тәуелді болады. Темекісіз тұрамайтын жағдайға жетеді екен. Сол үшін бізді қоршаған орта әсер етеді бізге. Өзіңнің достарыңа адамды досына қарап таны дейді. Сенің қасыңдағы жолдас балам темекі шегіп жүрсе, демек ол саған да күндердің бір күнде әсер етеді. Жолдас балам темекі шексе, ол шегіп отқанын көріп, мен де бір тартып көрейін. Немесе сол досы үйренеді. Иә, жайлап темекі шегуде үйренеді. Сонымен оған деген құмарлығы артып, ақыр соңында сол темекіден нашаға тәуелді болады. Ал енді сендерге жақсы және жаман жақтарын ашып айттыңдар қазір. Сендерге 3 топқа қазір сұрақ беріледі. Сол сұрақты топ болып қорғайсыңдар. Кесіп па? Сұрақ тобына, мынау барыс тобына. Сұрақты топ болып жұмыс жасайды, оқимыз, бірлесіп талқылаймыз сұрақты. Дәулет сабақты қысамыз. Так, балалар, болып па сұраққа? Дайыныз ба? Дайын болған топ? Иә, ауызша көшет оқылысыңдар. Өз ойларымен. Қайыр, балалар тыныштық сақтаймыз. Келесі топты тыңдауға мүмкіндік береміз. Кәне, қоғар тобы. Айтамын. Сұрақтарын оқып отырыншы. Мектеп ауласында сені балалар шақырып алып, шөпті тартып көруді ұсынады. Сен не істейсің? Балалар бұл түсінгенше сұрақ, жағдаяттық сұрақтар. Жағдаяттық сұрақтар. Сен сондай жағдайда
саған пайда болғанда, иә, не істейді едің? Иә. Ол үшін деген темекі, иә. Яғни наша. Мен, мысалы, менің басыма келсе, мен оны қашып кетуге тырысамын, немесе үлкендер көмекке шақырамын. Ал көмекке шақырып қой, сол жәндегі темекі наша пайдаланатын балаға сен өзіңнің ақылыңды айтады ба едің? Иә. Мысалы, мен оған түсіндірем, егер бұл зияндайтынды қоймасаң, сен бір күні дүниеден озасың. Ол сен ешкімге еліктеме, оған зиянды нәрселерге жақындама деп ақыл жібереді. Яғни темекі наша шеккен адамдардың өмірі 10 жылға қысқарады екен. Жарайсыңдар, жақсы. Сұлтан тобы жауап берді. Енді Қыран тобынан. Сен дискотекаға барсаң, және онда саған әдемі таблеткаларды ұсынған балаларды кездестерсең, сен не істейсің? Мен жоқ, керек жоқ. Сендерге сондай жағдаят биялағына бардыңдар. Биялағында саған әдемі сондай денеңді балықтатын, сондай нашаның бір түрі, таблетка деп отқан балалар, нашаның түрі көп. Шөп деген болады, укол менен балалар қамырына егіп отырады, көріп отырсыздар ол теледидардан. Ал соның тағы бір түрі таблетка түрінде беріледі. Суға салып ішіп, балалар өздерінің есін жоғалтып, өзінің не істеп жатқанын білмей, өзін басқарудан қалады екен. Ал сондай жағдайда сендер не істер енді? Жоқ, керек емес, ішіп кететін бала, жақсы, өзінің сұрағына жауап берді. Сен не істедің бала? Өзіне қайтарып қана қоя саламыз ба? Иә, түсіндіру жұмыстарын жүргізуге. Жақсы. Дәулет, сен не істедің? Ол әлі оқушы. Балиғат жастағы бала. Толықтырсам болады. Мен маған сондай жағдай келсе, мен оның қандай не екенін анықтап біліп, және оның жаман ба, жақсы ма екенін біліп, оны самауға қосар едім. Жақсы, Райымбек, сен осындай жағдай болса, бияларына бардың, сыныптастарың саған сондай ұсынып жатыр, немесе сыныптастарың болмаса қасындағы жолдас жігіттерің саған ұсынып жатыр таблетканы. Не істейсің? Оны оны босқа тастап беретін және оларға ақыл айтады. Егер де бала өзі қоймай қалған жағдайда, олардың ата-анасынан барып көмек сұрап, жәндегі мектеп әкімшілігіне немесе сынып жетекшілеріне барып айтып, ол балаға бәріміз жабыла көмектесуге тырысар едік, бала. Жарайсыздар, жақсы. Үшінші топ бізде, барыс тобы. Айтады. Сен үйге қайтқанда үйдің алдында көрші балаларды кездессең, олар саған темекі тартуды ұсынады. Өздері темекі тартып тұр. Сен не істер едің? Мен олардан темекінің бәрін алып қойып, бұзыратсам оларға мен темекі шекуге ақыл айтатын едім. Және де ертесіне бұл әрекеттеріңді жасамаңдар деп оларға ақыл кеңесін айтып. Жақсы, сен айтады, өз ойыңды. Егер солай маған сондай жағдайлар кездесетін болса, мен олардың берген темекісіне бас тартып, және оны өздерінің шекпеуіне және оны басқа жерлерде алмауына кеңес береді. Яғни денсаулыққа өте зиян екенін жәндегі балаға, қасындағы жолдасына шекер түсіндіреді. Жақсы. Тақтаға аударайық. Мына жерде сендерге суреттер берілген. Бұл жерде темекінің және нашаның сендерге қаншалықты зиян етеді. Өмірлерінің қанша керемет кездерін алып қоятын сәттері. Қараңдаршы, міне темекінің ең басты зияны неге түседі? Өйткені біз өкпе арқылы істейміз, сол арқылы ауа жұтамыз. Бала? Ал темекінің түтіні барып қайда отырады екен? Бір жылдың ішінде темекі түтіні өкпені қарайтып, ластап, оны яғни қатерлі ісік ауруларынан әкеліп соқтырады екен. Көрдіңіздер ме балалар? Ал енді қараңдар, темекіге тәуелді болған адам, қараңдаршы, соны жаңағы кісенменен темекіге байлап қойғандай. Көріп тұрсыңдар ма?
әрдайым қолыңда жүр. Иә, үнемі олсыз тәуелді боласың да өмір сұрамайсың. Іздеп тұрасың соны. Ал енді қараңдар, өкпеңізде 2 дақ бар дейді. Мынау неге келді? Ауруханаға келді. Ол ішімдік ішті, темекі шекті, наша шекті. Ақыр соңында ол кереуетке байланды. Неге? Ол өзінің ағзасын қорғай алмады. Иә, темекі шекті, арақ ішіп, ақыр соңында өлім дәрежеге жетті. Міне қараңдар, бұл сенің өміріңде де қараңдаршы маған жатқан жерің. Темекіні шекті, көшеде жатыр да? Орны қайда? Нашақорлардың. Көшеде жаман нәрселермен шұғылданған адамдар өзін сонымен кетеді. Өмірі жаман жаққа қарап бұрылады екен. Міне қараңдар, 35 жыл сен мені тартып келдің дейді. Ал енді 35 жылдан кейін мен сені өзіммен бірге алып кетемін дейді. Өйткені денсаулығының барлығын жеп тынды темекі адамның. Түсінді ма? Одан кейін мына жерде қараңдар, темекі туралы мағлұматтар дейді. Міне құрамында никотин және 4000-ға жуық улы заттар бар екен. Кішкентай ғана бір штук темекінің өзінде қараңдар, 4000-ға жуық, ішінде 4000-ға жуық. Оның барлығы сенің тыныс жолдарында барып ағзаларында уларын кездеседі. Көрдіңіз ме міне? Темекінің елі Америкада болып табылады. Америкада өндіріліп шығарылған ең бастапқы. Колумбия және достары 1511 жылы Петрос атымен Испанияға және Португалияға әкелді. Содан таралуға шықты, экспортқа шықты. Көрдіңіз ме балалар? Ал енді сендердің алдарында постер қағазын тарқатып берілді қазір. Енді қараңдаршы, темекіге жол жоқ. Шын мәнінде темекіге жол жоқ па біздің арамызда ешқандай да. Ондай жаман қасиеттен өзімізді ұстауымыз керек. Иә балалар? Ал енді сендер алдарына берілген жәндегі қағаз парақшаларға өздерінің ойларыңды жазыңдаршы. Темекінің бізге өмірге қаншалықты зияндылығын, пайда жағы бар ма? Соны бәрін жазыңдар. Оның шешен өтірік айтып отыр. Сені біреу көріп қоятын болса, мен оның шеккен жоқпын деп, сатқан жоқпын деп өтірік айтып отыр. Иә. Сені жәндегі айтып ғой, түбегейлі өміріңді өзгертеді. Өтірік сөйлеуге барасың. Темекі шеккен адам наша шегеді. Наша шеккен адам арақ шек. Арақ ішкен адамның өмірі қандай болады? Қысқа болады. Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың мақсаты сендерді темекі түтінінен аулақ, нашақордың тізгінінен аулақ ұстау. Мақсатымыз сол. Сендерге тілеріміз салауатты өмір салтын сақтап, өздеріңді таза жүріп, дұрыс тамақтанып, жақсы бала болып ержетуіміз керек, Өмір өзімді таппай іздеп, өзек талса да, өмір мен кешкен мөлдір таза мезет қаншама. Өмір жанымда бақ пенен зор кезек болса да, мен сені сүйем өмір, мен сені сүйем өмір. Алдымнан мұнартып шақырдалау, жарыққа күнә қой жақындамау, әлі де сөнбеуге хақым барау, мен сені сүйем өмір. Берерін білмеймін әлі ертеңнің, өткеннің үзігін әрең тердім, сонда да келеді тағы өртенгім. Мен сені сүйем өмір, мен сені сүйем өмір.